Бисмилля, алхамдулилля, ва салату ва саламу аля саййид Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бүгін Алланың қалауымен үшінші сабағымыз. Ал әдеттегідей бірінші сөздіктерден бастайық. Біріншісі михфазотун. Бұл михфазотун деген сөмке және әмиянға да қолданса болады. Екіншісі мибротун. Бұл ұштағыш, қаламды ұштайтын ұштағыш. Келесі шуббакун. Бұл шуббакун деген терезе. Миқаламатун. Бұл қалам деген сөзден шығады. Қалам салғыш. Қаламды салатын өзі арнайы зат. Саатун. Сағат. Мисбахун. Шырақ. Кибритун. Сіріңке. Бізде кеурт деп айтады ғой. Худжуротун. Бөлме. Иқра. Иқра деген бұл оқы деген сөз. Одан кейін ифхам. Түсін. Удхул. Кір. Оқууд. Отыр. Аля. Бұл жұрнақ үстінде ға, ке, қа, ке деген сөздер. Мән. Кім деген сөзіне алады. Мәнил мәужуд. Кім бар деген сияқты. Тобаширу. Бұл бор. Ал енді бисмилля деп астындағы сөздерді аударайық. Айна мибротун. Қалам ұштағыш. Қайда. Хутил миқламата. Қалам салғышты. Ұста. Хутил кибрита. Сіріңкені. Ұста. Ал, ұста, сол мағыналар. Хатил михфазата. Сөмкені. Әкел. Ма хаза. Бұл не? Шуббакун. Терезе. Айнал мисбаху. Шырақ қайда. Хатил миброта. Ұштағышты. Әкел. Иқра ид-дәрсә. Дәрісті оқы. Мән хаза. Бұл кім? Оның жауабы муаллимун. Бұл мұғалім. Удхулил худжурата. Бөлмеге кір. Ифхамид дәрсә. Дәрісті түсін. Оқуд алал курси. Орындыққа отыр. Айна тобаширу. Бор қайда. Енді оның жауабы аля мәктәбил муаллими. Мұғалімнің партасының үстінде тұр. Мән яқраул китаба фил фасли. Сыныпта кітапты кім оқып жатыр? Абдулла. Бұл соң жауабы Абдулла оқып жатқан. Мән фил фасли. Сыныптағы кім? Мән яхфазу дәрсә. Дәрісті кім жаттады? Иқра хуна. Мұнда оқы. Айнал қалама. Қалам қайда? Хати. Әкел. Әл-муаллиму яқуду алал курси. Мұғалім орындықтың үстінде отырады. Немесе отырып жатыр. Айна саату. Сағат қайда? Каримун явхаму дәрсә. Кәрім дәрісті түсініп жатыр. Айнал қаламу. Қалам қайда? Фил миқламата. Қалам салғыштың ішінде. Осыны өздеріңіз аударыңыздар, иншалла. Мен қосылып осыны бір аударып, одан кейін өздеріңіз жеке аударыңыздар. Одан кейін астындағы үшінші тәмрин деп тұр ғой. Бұл жаттығу. Астындағы сөздерді де қазақшаға аударғандарыңыз өздеріңіз, қазақшаны арабшаға аударғандарыңыз өзіңіз үшін жақсы болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.